Маңғыстау облысында тасаттық беріп жаңбыр сұрап еді, топан су алып кете жаздады. Бұл экспресс жаңалықтар 1 минут қана. Кеттік. Барлығын рет-ретмен айтып берейін. Сәуірдің 24 күні Маңғыстау облысының тұрғындары жиналып, Ақтауда тасаттық рәсімін өткізген болатын. Жергілікті фермерлер осындай өтініш жасаған. Ойлаңыздаршы, 2000-нан аса адам жиналды. Маңғыстаулықтар бірнеше жылдар бойы құрғақшылықтан зардап шегіп, жем шөптің тапшылығынан малдар қырылып еді ғой. Сөйтіп, мамырдың басынан өңірде жаңбыр жауа бастады. Тоқтамай жауды. Бұрын шаңы бұрқыраған жерлер көлге айналды. Қалаға апарар жолдар су астында қалып, үйлер мен шаруашылық нысандарға аздап нұқсан келді. Шүкір, мал жан шығыны жоқ. Қазір арнайы техника көшелерді тегістеп жатыр. Дегенмен жергілікті тұрғындар бұл жауынға қуанбаса ренжімеген болар. Ақпараттың толық нұсқасы сайтта, Экспресс-каны оқи жүріңіздер.